Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі келіп жеткен әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгін мен сіздерге Наурыз көженің үй жағдайында дайындалу тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен бізге керегі қазы және де жылқының еді. Мен оны кастрөлге салып алдын ала қайнатып қойдым. Және түрлі дәндер қажет болады, яғни жүгері, мейіз, тары, әр қайсының қанша мөлшерде керектігін мен описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен осы дәндерімізге қайнаған су құйып, 1-2 сағат көлемінде қалдырамыз. Суығаннан кейін жақсылап араластырып, суынан сорғытып аламыз. Келесі кезекте картоп пен сәбізді кубик түрінде турап алдын ала дайындап қоямыз. Етімізді жақсылап 2 сағат көлемінде қайнады. Енді бетіндегі көбігінен тазартамыз. Піскен еттерімізді арнайы ыдысқа салып суытамыз. Келесі кезекте сорпамызға осы дәндерімізді саламыз. Одан кейін картоп пен сәбіздерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін жауып, астын ашып, 10 минутқа қайнатып аламыз. Одан кейін жай отта 1-1,5 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Дәндеріміз піскенше етімізді жақсылап турап дайындап қоямыз. Міне біздің дәндеріміз жақсылап пісті. Енді осының үстіне туралған еттерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне 1 литр сүт құямыз және де тағы да араластырамыз. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.